Қайырлы күн, мен Күншуақ балабақшасы Ботақан тобының тәрбиеленушісі Оразов Тайырдың анасы боламын. Бүгінгі бала мінезіндегі қиял мен өтірік айту тақырыбы бойынша өз ойымды білдірсем деймін. Қиял бұл бала дамуындағы бір бөлік болып табылады. Яғни бала қиял арқылы әлемді зерттейді, дамиды және де өз ой өрісін дамытады. Мысал ретінде айта кетсем, менің кішкентай ұлым анашым мен Человек-паук көрдім деп айтып келді. Яғни мен оның қиял екенін түсіндім, және де ондай жағдайда мен оның ары қарай не болғанын сұрай бастадым. Ол әңгімесін жалғастырып, өз қиялымен менімен бөлісті. Ал өтірік айту бұл баланың әрине жаман жағы болып табылады, және де бір өтірік айтудың ар жағында бір қандай да себеп бар деп ойлаймын. Яғни бала жазалаудан қорқуы мүмкін. Егер де мен өтірік айтсам, мен жазалаудан қашамын деген сияқты ой түйуі мүмкін. Не болмаса балаға отбасында бір назар жетпейтін балалар деп ойлаймын, өтірік айтады әсіресе. Сол себепті, егер де біз өзіміз шыншыл болсақ, болашақтағы өзіміздің балаларымыз да шыншыл болады деген ойдамын.